Сәлем, сәлем. Түлегім, алтыным, жаным, күнім дейм ба. Бүгін біз сенімен өткен сабақтың жалғасы. Жаңа экономикалық саясат деп аталады. Оның хронологиясы міне тұр 1921-ден 1925 жылға шейін жалғасқанын көруге болады. Ең бірінші жаңа экономикалық саясат туралы бізде хронология білу қажет. Және сен бүгін сабақта не өтесің? Ол жесттің себептері, неге оған бағыт алынды, оның барысы, яғни жесттің енгізген өзгерістері. Өткен сабақта біз айтқандай, жесттің өзгерістері әскери коммунизмге қарама-қарсы. Әскери коммунизмде бір нәрсе енгізілсе, жестте ол жойылады. Әскери коммунизмде бір нәрсе тыйым салынса, жестте ол керісінше рұқсат беріледі дегенді білдіреді. Және нәтижесі. Өткен сабақта саған нәтижесінде айтқанмын, олардың нәтижесі басым түрде позитивті, жағымды, халыққа ұнайтындай орын алады. Енді өткенде осы сызбаны мен саған көрсеткен болатынмын. Біз, яғни мына әскери коммунизмді өттік, енді хронология бойынша жеске келеміз. Яғни реттілік бойынша жес ол әскери коммунизмнен кейін болатын саясатты әдетте айтамыз. Егер де әскери коммунизм қарап отырсақ 1919-21-де болса, жес оның тура мынаның жалғасы болған екен. 21-де бізде жеске бағыт алынады. Жес 21-де біттіп, оның жалғасы индустрияландыруға кетеді. Енді біздің сабағымыздың чек-листі. Нені сен бүгін түсінуің керексің, жестің мәні неде екені, оның қандай себептен енгізілгені. Бірақ бір себебін уже білеміз. Азамат соғысы аяқталды, аштық жүріп жатты, ереуілдер жүріп жатты. Сондықтан да үкімет бұның барлығын түзету керек болды. Жестің міндеті қандай, өзгерістері, салдары қандай, және ең бастысы ол мына тақырып болып табылады. Әскери коммунизм мен жестің арасындағы айырмашылықты түсінуіміз керекпіз. Соңында атап өтеміз жер су реформасы және құрылған ұйымдар. Соңғы екі тақырыпша ол бізде ұсақ тақырыпшалар болып табылады. Біріншіден біз кіріспе түрінде айтайын, әскери коммунизм енгізілген кезде халықтан азық-түлік салғыртының әсерінен халықтан өте көп азық-түлік тартып алынып жатты әскерге жіберу үшін. Соның салдарынан бізде 21-22 жылдары аштық пен жұт пайда болады. Малдың 80% сонда жұтқа ұшырайды, қырыла бастайды. 700 мың адам көшіп кетеді. 1/3 бөлігі халықтың аштығып жатады. Аштық басым түрде солтүстік батыс және батыс Қазақстанда орын алады. Бөкей Ордасы, Орал, Ақтөбе, Қостанай, Орынбор сияқты 5 аймақта. Және де азық-түлік салғырттың, азық-түлік тартып алудың ызасы шаруаларға көшеді. Шаруалар ереуілдерді бастайды, көтерілістерді бастайды, үкіметті сынай бастайды. Сондықтан да үкімет, Ленин, Сталин, большевиктер үкіметі шешімге келеді: жест енгізу. Жест дегеніміз не? Бұл кеңес үкіметі енгізген саясат, яғни қызылдар, Ленин енгізген саясат. Әскери коммунизм саясатына жаппай наразылықты азайту үшін енгізілген саясат. Яғни халықтың ызасын, наразылығын бәсеңдетуге бағытталған саясат болып табылады. Және де ол өзінің мақсатын орындады, халықтың наразылығын бәсеңдетеді, тоқтатады. Енді жаңа экономикалық саясат аз уақыт қана әрекет етті. Аз уақыт, өйткені ол 1921-ден 1925-ке шейін халық арасында таралды, 4-5 жылдай ғана. Барлық саланы біртұтас қамтыған жүйе болып қалыптасады. Яғни бұл дегеніміз ол барлық экономиканың саласын қамтыды. Ауыл шаруашылықты, өнеркәсіпті, жұмыссыздықты, ақшады, түгел жағын ол барлық саланы қамтып кетеді. Жестің мәні, яғни халық шаруашылығында әміршіл, әкімшіл билікті сақтай отырып, нарықтық қатынасқа уақытша ерік беруге бағытталған саясат. Енді түсіндірейік мына асты сызылған екі сөзді. Әміршіл, әкімшіл дегеніміз ол тоталитарлық деген сөзді білдіреді. Тоталитарлық жүйе. Тоталитаризм дегеніміз не дейтін болса, диктатура.
үкіметтің қатаң түрде бақылау сақтап тұруы. Яғни жесті үкімет қатаң түрде сақтап бақылап отырады. Бірақ уақытша нарықтық қатынасқа ерік береді. Нарықтық қатынас дегеніміз, басқаша айтатын болсақ, бұл бізде капитализм дегенді білдіреді. Капитализм және коммунизмнің айырмашылығын өткен сабақта түсіндіргем сендерге. Яғни капитал адамдар, егер де нарықтық қатынас, яғни егер де сен байығың келсе, көбірек еңбек етуің керексің. Сонда нарықтық қатынастар кезінде үкімет, кеңес үкіметі уақытша адамдарға еркіндік береді. Сауда жасағыларың келсе, сауда жасаңдар. Жеке бір кәсіпорын ашқыларың келсе, ашыңдар. Дүкен ашамын десең, ашыңдар. Басқа адамдарды жұмысқа жалдағыларың келсе, жалдаңдар деп капитализмге ерік береді. Бірақ ол уақытша болады. Себебі біз білеміз, жаңа экономикалық саясат 1925 жылы тоқтатылады. Оның нәтижесі позитивті күшті болады. Бірақ кеңес үкіметіне не ұнамады дейтін болсақ, ол халықтың нарықтық қатынасты ұнатқанын үкіметке жағымпазданбады. Бұл жағымды болған жоқ. Өйткені үкімет капитализмге қарама-қарсы сөйлейтін коммунизмді енгізуді мақсат еткен. Сондықтан да жэс қаншалықты жақсы нәтижеге берсе де, нарықтық қатынастарды үкімет тоқтатып тастайды. Сталин билікке келеді 24-ші жылы, және ол 1925 жылы жэсті тоқтатып, оның орнына жаңа саясатты енгізеді. Хронология бойынша біз білеміз, ол бізде индустрияландыру саясаты болады. Енді жаңа экономикалық саясат қашан жарияланды? 1921 жылы Кеңес одағының 10-шы съез, яғни ол жиналыс, үкіметтің жиналысы, номер 10-шы жиналысы кезінде үкімет жариялайды. Біз әскери коммунизмнен жаңа экономикалық саясатқа көшеміз деп жариялайды. Сондықтан да бізде мына съез, әрі қарай индустрияландыру бізде 14-ші съез болады, ұжымдастыру 15-ші съез болады. Мысалы, бізде сол кезде съездерді сәйкестендір деп береді. Сонда біз жэсті 10-шы съезге сәйкестендіреміз, индустрияландыруды 14-ші съезге және ұжымдастыруды 15-ші съезге сондай күйде сәйкестендіреміз оларды. Яғни хронологиясын онсыз да біз білеміз, индустрияландыру, ұжымдастыру болсын, съездері бізде жылдары бізде белгілі. Мысалы, индустрияландыру ол 14-ші съезде жарияланады, 25-ші жылы, және ұжымдастыру бізде 15-ші съезде жарияланады. Олардың рет-ретімен білгендіктен бұл жерде съездерді табу қиынға соқпайды сендерге. Енді жэсті енгізу себебі, халық ашығып жатты, мал қырылып жатты, халық ереуілге шығып жатыр. Азық түлікпен қамтамасыз ету үшін үкімет жаңа экономикалық саясатқа көшеді. Өйткені халықтың аштығын қалай тоқтатуға болады? Егер де азық түлікпен оларды қамтамасыз етсең, азық түлікпен қалай қамтамасыз етуге болады? Егер де жайылымды жерлердің игерілуі 2 есе, өнім алуды, егін өнімін алу 3 есе азайса, 80% мал қырылып, 10,5 миллион малға азайса, оны жасауға болады азық түлік салғыртын алып тастау арқылы. Сондықтан да жэстің міндеті болды. Ол ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін шаруалардың өнімін өндіруді арттыру, ынталандыру. Яғни, мысалы, мен өткенде сендерге мысал ретінде Марат деген адамды айттым. Марат сиыр өсіреді. Ол 8 сиырын үкіметке беріп қойды. Қолында 2 сиыры қалды, бірақ оның біреуін ол сойып тастады, екіншісін үкімет келесі жылы тартып алды. Сиыры жоқ. Сондықтан да үкімет Маратты ынталандыру керек. Марат көбірек сиыр өсірсін. Марат көбірек сол сиырдан сүт алып, сүт тағамдарын жасасын деп. Қалай ынталандырады? жэс арқылы. Яғни өнім ол бізде сиыр, өнім. Сиырды өндіру, сиырды өсіру. Қалай Маратты сиырды көбірек өсір деп ынталандыруға болады? Мотивация беруге болады, Ол мына өзгерістердің арқасында ынталандырды. Ең бірінші жэстің енгізген өзгерісі азық түлік салғыртын
азық түлік салығымен алмастырады. Азық түлік салғырты ол өнімнің үлкен бөлігін 80%-ын үкіметке тапсырасын, өйткені азамат соғысы жүріп жатыр. Азық түлік салығы керісінше өнімнің үлкен бөлігін өзіңе қалдырасын, кішкентай бөлігін мемлекетке бересің. Енді сен 8 сиырды өзіңе қалдырасын, 2 сиырды үкіметке, мемлекетке тапсырасын дегенді білдіреді. Ал салғыртта керісінше 8 сиырды сен мемлекетке бересің, 2 сиырды сен өзіңе қалдырасын. Енді азық түлік салғырты бойынша сен үлкен бөлігін өзіңе қалдырғандықтан сенде мотивация бар көбірек сиыр өсіруге. Яғни мына өзгерістерді есіңе түсірші. Өткенде біз әскери коммунизм сияқты мына өзгерістерді айттық. Және әрбіреуі қазір жеке-жеке қайтадан талданады. Бірінші, шаруаларды ынталандыру үшін азық түлік салғыртын азық түлік салығымен алмастыру бізде болды. Және де азық түлік салғырты мен азық түлік салығының басты айырмашылығы неде? Мемлекетке тапсыратын азық түлік мөлшері нақты белгіленеді. Бұрын нақты белгіленген жоқ, келіп алып кете беретін азық түлік отрядтары. Өнімнің артығын сен өз еркіңмен пайдаланасың. Оны саудаласасың ба, айырбастайсың ба, соясың ба, біреуге сыйлыққа бересің ба, өзің білесің. Бұл шаруалардың еңбек өнімділігін арттыруға ынталандырды. Енді Мараттың ынтасы бар көбірек сиыр өсіруге, өйткені ол өнімнің артық бөлігін өзіне қалдырып, өзі біледі не істейтінді. Енгізілген, яғни өзгеріс сол, егерде азық түлік салғыртын жалғастыратын болсақ, 30-50%-ға төмендетілді. Яғни егерде 80% болса, енді 30-50%-ды азайтып тастаймыз. Бұл бізде өнімге байланысты. Сен егін егесің ба, әлде сен мал өсіресің ба, сонымен қатар ол топырақтың құнарлығына, тұрып жатқан жеріңе байланысты пайыздық мөлшері әртүрлі болатын. Ақтөбедегі мысалы Павлодардағы 2 түрлі болатын. Салық заттай түрінде жиналып отырды, яғни азық түлікпен жиналып отырды, және 5%-ын ғана құрады. Яғни енді сен өз мемлекетке 20% емес, тіптен 5%-ға дейін төленуі мүмкін болды. Себебі соғыс аяқталғандықтан сәйкесінше сен өзіңе өнімнің 95%-ын қалдырасың деген сөз. Сондықтан да халыққа жес ұнады. Мысалы, 95% сиырды Марат өзіне қалдырады, 5%-ды ол енді үкіметке жібереді деген сөзді айтады. Және соның арқасында аштық баяулайды, халық наразылығы да тоқтайды. Егер де салыстыратын болсақ, азық түлік салғыртында сен өзіңе өте аз бөлігін қалдырасын, мемлекетке үлкен бөлігін тапсырасын. Енді жест кезінде керісінше өнімнің үлкен бөлігін өзіңе қалдырасын, кіші бөлігін үкіметке тапсырасын дегенді білдіреді. Сонда бізде осында реттілікпен сұрайды: азық түлік салғырты, сосын салығы, сосын ақшалай салық енгізіледі. Өйткені естеріңізде бар шығар, азамат соғысы кезінде ақшаны алып тастап карточкалық жүйе енгізілді. Бірақ карточкалық жүйені кейін, соғыс біткен соң, біраз уақыттан кейін ақшаны бірден енгізбейді. Азамат соғысы мысалы 1920 жылы аяқталды, бірақ ақшаны тек 24-те енгізді. Ақырындап ақша енгізіледі, яғни халық толығымен зардапты біткен соң, өтеген соң. Сонда азық түлік салғырты өткен сабақта әскери коммунизм кезінде 1 қаңтарда жылдың басынан бастап енгізді. Азық түлік салығы жеске бағыт алған күні 21 жылы наурызда Кеңес одағының 10-шы съезінде 2 шешім жарияланды. Біріншісі ол жеске бағыт алу, екіншісі азық түлік салығын енгізу дегенді білдіреді. Және 24 жылдан бастап, 1 қаңтарынан бастап, енді адамдар үкіметке салықты азық түлікпен төлемейді, ақшамен төлейді.
Яғни бұрын 5% азық түлікті төлеу керек. Яғни мен сиыр өсірсем, егін, картоп өсірейінші, мен картоп өсіріп жатсам, 10 қап алсам, соның 5%-ын мен мемлекетке тапсырамын. Мүмкін бір қабы ма, әлде жарты қапты да мемлекетке тапсырамын, бұл менің үкіметке төлейтін салығым. 24 жылдан бастап мен уже ақшалай төлей бастаймын үкіметке. Қазір біз салық төлейміз ғой. Мысалы, жұмыс деген кезде жұмыстың жалақысының 10%-ын үкімет ұстап қалады. Өйткені үкімет саған жұмыс істеуге мүмкіндік берді. 10%, минималды. Ол кездері, яғни 5% болатын. Бірақ кейін әрине оны өсіреді, яғни халық өз-өзіне қалпына келген соң. Азық түлік салығына көшу шаруаларға өз шаруашылығын жоспарлау, өнімдерінің артығын өз бетінше пайдалануға мүмкіндік берді. Және нәтижесінде жағымды, өте позитивті нәтижелерге әкеп соқтырды. Қандай? 1925 жылы, жестің соңғы жылы, ол бізде 14 жылға дейінгі көрсеткішке жеттік дейді. Яғни бірінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі көрсеткішке 92 миллион пұт астық жиналды 25 жылы. Мал басының саны 2 есе көбейеді. Көшпелі мал шаруашылығы бірте-бірте қалпына келтіріледі. Ал біз білеміз, әскери коммунизм кезінде мал көлемі азайып кетеді. 1925 жылының соңына қарай өнім өндіру 6 есе өседі. Яғни шаруалар жэс өзінің міндетін орындады. жэстің міндеті не болды? Ол шаруалардың өнімділігін, өнім өндіру ынтасын көтеру, арттыру. Сонда шынымен де адамдардың ынтасы көбейді, 6 есе ынтасы өсті. Бірдене өсіруге, бірдене жасауға деген сияқты. Сонда үкімет көмектесті халыққа. Нарықтық қатынасқа өту арқылы, оларға бостандық, еркіндік беру арқылы. Екінші бір өзгеріс, азық түлік салығынан кейін екінші бір өзгеріс, жағымды өзгеріс, енді адамдар жерді жалға ала алады. Жекешелендіру. Әскери коммунизмде бізде ұлттандыру, национализация. Әскери коммунизм кезінде бүкіл жер мемлекеттің меншігі болды. жэс кезінде жерді жеке меншікке алуға рұқсат берілді. Жеке меншікке. Яғни адамдар жерді сатып алуға, сол жерде егін егуге, біреулерді жұмысқа, яғни жалдауға, жалдамалы еңбекті пайдалануға, оны егер де сатып ала алмаса арендаға алуға деген сияқты рұқсат берілді. Сондықтан да адамдарда мотивация көбейеді. Мен жерді сатып аламын, мен жерді жалға аламын, ол жерде картоп өсіремін, ол картопты сосын күзде жинап сатамын, ақша табамын деген сияқты мотивациясы көбейе бастайды. Бірақ ол ұзаққа созылған жоқ, 1925 жылға шейін. Және жерді мынау жалға алу, жалдамалы біреуді еңбекке жалдау, бұның барлығын біз нарықтық қатынас дейміз. Адамдар көп ақша тапқысы келсе, олар бизнес ашады. Мынау жерді жалға алу, біреулерді жұмысқа жалдауға, бұл бизнес болып табылады. Сондықтан да нарықтық қатынастың уақытша белгілері пайда болады. Үшінші өзгеріс, ұсақ кәсіпорындарды жеке адамдарға бере бастайды. Ұсақ кәсіпорындар, кішкентай бір дүкен, дүңгершек бір киоск, кішкентай бір завод, жерді адамдарға жалға бере бастайды. Және адамдар содан өздері өнім шығара бастайды. Мысалы, бір заводты айталық мен үкіметтен жалға алдым. Және сол жерге адамдарды жалдаймын жұмысқа, келіңдер жұмыс жасаңдар деп, Сондықтан да өнеркәсіптің орындарының саны 60%-дан астам көлемі іске қосылды. Өйткені әскери коммунизм кезінде үкімет ұсақ, ірі, орта деген кәсіпорындарын түгел национализациялап тастады. Мемлекет қарамағына алды. Енді үкімет, назар аударыңдар, ұсақ қана кәсіпорындарды береді. Ірі және орта кәсіпорындарды бермейді. Бұл маңызды, өйткені ұбт-та келді. жэс кезінде қандай кәсіпорын түрлері жеке адамдарға жалға берілуге рұқсат жасалынды. Ұсақ қана болды. Ірі, орта дегендер берілген жоқ. Үкімет бәрібір оны толығымен берген жоқ.
Әрине өнім де, сол заводтарда өнім өндіру 3-2 бөлігін құрады дейді, яғни ол көбейе бастайды. Өнеркәсіптердің 60% қайта жұмыс істей бастайды. Мақта өндіру жақсы дамыды дейді. Заводтар керісінше есіктерін ашып, көбірек өнім шығара бастайды. Төртінші, еңбекке мобилизациялау жойылды. Еңбек міндеткерлігі жойылды. Неге деп ойлайсыңдар? Қалай ойлайсыңдар? Неге еңбек міндеткерлігі жойылады? Себебі азамат соғысы аяқталды. Азамат соғысы біткендіктен енді үкімет барлық адамдарды жұмыс жасаңдар, барыңдар заводқа жұмыс жасаңдар деп міндеттей алмайды. Енді адамдар өз еркімен жұмыс жасау керек. Еңбекке мобилизациялау, яғни міндетті түрде еңбекке шақыруға жойылады. Сондықтан мен айттым, әскери коммунизм кезінде ол енгізілсе, жестің кезінде ол керісінше жойылады бізде. Жеке саудаға рұқсат берілді. Жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат берілді. Яғни, әскери коммунизм кезінде естеріңізде ме, саудаға тыйым салынады. Ақшаны алып тастайды айналымнан. Соғыс жүргендіктен ешкімді пайда таппау керек. Ал жест кезінде соғыс біткендіктен енді адамдарды көбірек өнім шығаруға итермелеу үшін рұқсат береді. Өзіңнің қолында қалған артық өнімді сатуға болады. Солай ақша таба аласың деп, Сондықтан да сауда кең дами бастайды. 1926 жылы 200-ге жуық жәрмеңке жұмыс істеді дейді. Ойыл жәрмеңкесі, темір жәрмеңкесі екеуі де Орал жақта орналасқан бізде. Қоянды ең ірі жәрмеңке, Қарқаралы петициясы Қоянды жәрмеңкесінде жұмыс істеді ғой. 130-ға жуық жәрмеңке саудасы 20 миллионнан астам айналымдағы сом ақша тапқан екен. Бұл нені білдіреді? Сауда кең түрде дамығандығын. Алтыншы өзгеріс. 1924 жылдан бастап жаңа мен ақша реформасы жүргізілді деп айттым, Жаңа рет-ретімен қойдық қой біз. 1919 жылы бізде азық-түлік салғырты болды. Сосын 1921 жылы 10-шы съезде азық-түлік салығы енгізілді, және 1924 жылы адамдарға рұқсат беріледі. Мемлекетке салықты азық-түлікпен емес, картоппен, сиырмен төлемейсің, енді ақшамен төлейсің. Сәйкесінше жалақыны да енді адамдар ақшамен алады. Бұрын олар жалақыны карточкамен алатын, карточкалық паёк деген болды. Сәйкесінше 1924 жылы екі өзгеріс пайда болды. 24 жылдың 1 қаңтарынан бастап карточкалық жүйе, карточкалық паёк жойылады. Дәл сол жылы 1924 жылы 1 қаңтарынан бастап ақша реформасы енгізілді бізде. Салық та, жалақы да, тауар сатып алу да төлі ақшамен іске асырыла бастайды. Ақша реформасы бізде тарихта тағы екіншісі бар, Ұлы Отан соғысынан кейін. Біз оны 1947 жылы деп айтамыз. Сондықтан да карточкалық жүйе жойылып, ақша енгізілді қай жылдары? 24-те азамат соғысынан кейін және 47-де Ұлы Отан соғысынан кейін деп айтамыз. Яғни, жес бойынша нарықтық қатынасқа уақытша ерік берді дедік, Яғни, ол нені жаңа мысалмен біз айттық сендермен? Ол шағын кәсіпорындарды жеке тұлғаларға беру. Немесе біз оны жаңа ұсақ кәсіпорындар деп айттық, Жерді жалға беру, жалға алу рұқсат етілді, жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат берді, саудаға рұқсат берді. Бұның барлығы жерді жалға алу, жалға беру, жалдамалы еңбекті пайдалану, ұсақ немесе шағын кәсіпорындарды жеке адамдарға жалға беру, плюс саудаға рұқсат беру, осы төртеуі бізде нарықтық қатынастарды білдіріп тұр. Бірақ бұлар капитализм. Сондықтан да Сталин ол кездері үкімет басында отырған түсініп тұрды. Жес ол капитализмге бет бұру. Ал біз кеңес одағы капитализмнен алшақпыз. Біз бұдан да капитализм ол батыс елдерінің идеясы. Бұл Америка, Ұлыбритания сияқты елдердің идеясы.
ксро қалай ол өз бетімен өз жолымен жүрді. Сондықтан да кеңес одағы біз капитализмге бет бұрмаймыз, өйткені капитализм ол бәсекелестік, ол ақша құмарлық, ол бизнес деп айтады, иә. Біз коммунизмге бет бұрамыз деп ойлайды. Сол себептен кейін жаңа экономикалық саясатты тоқтатады, себебі ол капиталистік қатынастарға жол беріп тастады. Бірақ сол капиталистік қатынастар халыққа жағымды әсерін тигізгеніне қарамастан, үкімет бәрібір оны тоқтатып тастайды бізде. Жесттің нәтижесі әрбіреуін жеке-жеке. Бірінші егіншіліктен қарайық, иә. Жаңа айттық, 92 миллион пұт астық жиналды. 3 миллион гектар жер, яғни жыртылды, астық өнімі артты дегенді білдіреді. Мал шаруашылығы бойынша малдың саны көбейеді, 2 есе көбейеді. 22 жылмен салыстырғанда, жэс басталған сәтте мал саны 26 миллионға асты. Ал естеріңізде ма, әскери коммунизм кезінде неше дедік біз? 10,5 миллион мал дедік па? Қалды деп 80% қырылды. Сонда қараңыздар, шынымен де 2 есе өсті. Даже 2,5 есе деп айтуға болады бұны. Өнеркәсіп саласында қандай жағымды нәтиже? 6 есе өнім өндіру көбейеді. Яғни адамдар зауытта жұмыс істеген кезде көбірек киім тігеді, көбірек қорғасын шығарады, көбірек трактор өндіреді, көбірек бір құрал саймандар шығарады, көбірек ол жерде азық-түлік, мақтаны, мұнайды өндіреді дегенді білдіреді. Өнеркәсіптердің 60% қайта іске қосылды. 6 қараңыздаршы. Зауыттардың 60% іске қосылды, және өнім өндіру 6 есе көбейді дегенді білдіреді. Мақтаны білмеймін неге жекелей қарастырады бұл жерде. Сауда саласында жаңа айттық, жәрмеңкелер, 200-ге жуық жәрмеңке жұмысын қайта бастады, өйткені саудаға рұқсат береді. Және азық-түлік салығының арқасында адамдар енді артық қалған өнімді сата алады ақша табу үшін. Жаңа экономикалық саясаттың мәні деп осындай оқулықта бізде сызба бар. Және бұл сызба ұбт-да бірнеше рет келді. Бұны контекст түрінде береді. Контекст түрінде берген кезде жест деген не, қашан бағыт алынды, оның нәтижесі қандай, оны неге енгізді, себебі қандай, жестке дейін қандай саясат болды деген сұрақтар кездеседі. Мысалы, сендер уже көбін білеміз, азық-түлік салығы енгізілді 1921 жылы. Жерді жалға алу, жалға беру, жалдамалы адамдарды пайдалану, тұтынушылар кооперациясы құрыла бастайды, еңбек міндеткерлігі жойылады. Ұсақ, жаңа айттым, ірі орта кәсіпорындарды берген жоқ. Мемлекет кәсіпорындарды шаруашылық есепке өткізеді. Плюстары және минустары, яғни қандай салдарына әкелді. Ақша тұрақтанады дейді, ауыл шаруашылығында табыстарға жетеді. Жаңа айттық, біз қаншама мал 2 есе көбейді мысалы. Өнеркәсіптің 60% мысалы қалпына келтірілді. 60%-дан астам зауыттар қайтадан ашылады. Ал сол зауытта жұмыс істейтін адамдардың өнім өндіруі 6 есе артады деп тұр. Салдарының ішіндегі минустары. Сауда дамиды. Негізі ол плюс, бірақ кеңес үкіметі оны минус ретіне қарастырды, себебі ол нарықтық қатынастарға көп көңіл бөліп кетті. Коммунизмге емес, капитализмге. Ауыр өнеркәсіп нашар дамыды. Сондықтан да индустрияландыруды бастайды жестен кейін. Экономиканың қалыптасуы әміршілдік жүйесі. Ең басында айттым, әміршіл әкімшіл басқару жүйесін сақтап тұрды. Тоталитарлық басқару. Сталин деген кезде бірден тоталитаризм есімізге келеді, Сонда оның үлкен минусы ол мынау. жэсті бәрібір тоталитарлық жүйемен басқарып отырды. Еркіндік толығымен берілген жоқ дегенді білдіреді. Өткен сабақта біз мына сызбаны да салыстырмалы, ол да контекстік тапсырмада келтіреді. Бұл жерде салыстыру, салғырт, оны алмастырады салықпен, бүкіл кәсіпорындар мемлекет қарамағына өтеді, ал бұл жерде енді жалға беруге, жалға алуға рұқсат беріледі бізде.
өнімде тек қана айырбас бөлу, бұл жерде сауда, яғни мен тек қана әскери коммунизм кезінде айырбастай алатынмын, иә, бір нәрсені, мысалы қойдың етін ұнға барып біреуге айырбастаймын. Енді мен қойды өзім сату арқылы ақша таба аламын. Еңбек міндеткерлігі енгізілді, ал бұл жерде еңбек міндеткерлігі керісінше жойылады соғыс біткендіктен. Ақшалай жалақы орнына карточкалық паек енгізілді, бұнда керісінше карточкалық паек жойылады, 1924-те ақшамен оны төлей бастайды. Бірақ жест тоқтатылады. Жест бізде 1925 жылы тоқтайды. Оның орнын индустрияландыру басады. Неге жест тоқтатады? Егер түгелі күшті болып жатса, иә? Себебі кеңес үкіметі әміршіл әкімшіл жүйемен сүйеніп елдің экономикасын дамытқысы келді. Жесті тоқтатады, өйткені жест ол әміршіл әкімшіл жүйеге, коммунистік жүйеге қарама қарсы сөйлегендіктен. Сондықтан да 1925 жылы кеңес үкіметі 14-ші съезде индустрияландыруға бағыт алады. Яғни жаңағы біз кімнің жесттің салдарының бірі ретінде айтқан кезде ауыр өнеркәсіп нашар дамыды деп тұр. Сондықтан да кеңес үкіметі ауыр өнеркәсіпті дамытуға қолға алады. Себебі бұл бізде 21-25, 25 жыл бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі уақыт, және де бүкіл әлем елдері өзінің ауыр өнеркәсібін күшейте бастайды. Себебі ұзақ уақыт өтпеген соң бізде екінші дүниежүзілік соғыс басталады. Сол себептен басқа елдерден қалыспас үшін Сталин ауыр өнеркәсіпті көбірек өндіру керек деп есептеді. Сол себептен, яғни келесі тақырыптар бізде индустрияландыру және ұжымдастыру дегенді келтіреді. Шағын тақырыпшалар бар дедік, иә. Қазақстанда жеспен қатар жер су реформасы жүргізілді. Жер су реформасы 1921-1922 жылдар жүргізілді. Бұл ұбт-та келген сұрақ, жеспен қатар жүргізілген саясат, жүргізілген реформа. Қарасаңыздар, хронологиясы 21-22 жеске тура сәйкес кеп тұр, иә, өйткені жес 21-25-те болды. Реформа, жер су реформа сөздің өзі айтып тұр, жерге, су алқаптарына байланысты. Яғни 1920 жылы бізде КСР құрылған. Соның аумағындағы жерлерді біріктіру болды. Мысалы, естеріңізде ме, қоныс аудару саясатының нәтижесінде 45 миллион десятина жер тартып алынды деп айттым. Және қазақ зиялылары осы 45 миллион десятина жерді қазақтарға қайтаруды талап етеді. Сол кезде айтқам, 45 миллион десятинаның жері қайтарылған жоқ, бірақ миллионы ғана қайтарылды. Соны бұл жерде қарастырады алаш қайраткерлері жер су реформасын жүргізген сәтте. 20-шы жылдары бізде ұйымдар да пайда болады. Бұл ұйымдар көбінесе аштық кезіндегі халыққа көмек көрсететін ұйымдар. Мысалы, қосшы деген ұйым, жарлы, шаруалардың өзара жәрдем комитеттері деп айтылады. Бұл шаруаларға аштығып жатқан халыққа астықты әкелумен көмектескен. Мысалы, 21-ші жылы қосшы одағы пайда болды. Ал аштық бізде тура осы жылдары болды, 21 және 22-ші жылдары деп айтылады. Мысалы, Анаға апарар жол деген киноны көрсеңіздер, сол жерде осы қосшы одағын көрсетеді бізде. Енді сонымен бүгінгі сабағымызда көп емес ақпарат талқыланды, көп әскери коммунизммен салыстыру түрінде қарастырылды. Мен үміттенемін, сен ең маңызды деген мына мәселені түсіндің деп, егер түсінбесең қайтадан әскери коммунизмді қарап шық, жесті қарап шық, екеуін қатарласып салыстырып өзіңе жаз, және де бір ассоциациямен олардың айырмашылығын түсінуге тырыс. Яғни жес пен әскери коммунизмді негізі қатарынан оқу керек. Олар екеуі оңай, егер қатарынан оқитын болсаң. Екеуі қай жылдары енгізілді, екеуінің енгізілу себептері қандай мақсатты көздеді екеуінің де, екеуінің ең бастысы қандай өзгерістер енгізді, және екеуінің де нәтижесі қандай. Әскери коммунизмдікі негативті, жаман нәтижесі, жесттікі керісінше жақсы нәтижесі. Сонда екеуін салыстырып күйде сен егер де оқитын болсаң, міндетті түрде түсінесің бұл тақырыпты.
Кейбір терминдер, мысал мына пролетариат деген термин ұбт келді. Жалдамалы жұмысшылар тобы деп аталады. Және менің сабағым әдеттегідей мотивациямен аяқталады. ұбт-да жеңетіндер ең ақыллылар емес. Ең тұрақты дайындалатындардың арасында жеңіс болады. Сондықтан да мен тақырыпты түсінбей жатыр, менің миыма тарих кірмей жатыр, таңдау пәндері кірмей жатыр деп уайымдама. Сен уайымда, мен тұрақты күйде жұмыс істей аламын ба, жоқ па? Өйткені еңбекқорлық 99%, 1% ғана талант бізде. Сондықтан да сен сол 1% талантының құрамына кірмесең де, бірақ 99% еңбекқор адамдардың қатарына кіруге мүмкіндігің бар. Барлығы өз қолыңда.